Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің авторлық бағдарламаның тақырыбы ұбт-ға дайындық есептері. Менің есімім Қасен Бауыржан Қадырбекұлы. Алматы облысы Қарасай ауданындағы Әл-Фараби атындағы мамандандырылған лицейдің математика пәні мұғалімі, педагог зерттеуші. Мен сіздерге оқушыларда пайдалы болу үшін математикалық ұбт есептерін шешу жолдарын шолуды ұсынғым келіп отыр. Бұл әдістер оқушылардың аналитикалық ойлау, логикалық ойлау және математикалық есептер шығару тәсілдерін дамытуға мүмкіндік береді. Бұл ұбт-ға қатысудың маңызды бөлігі болып табылады. Декомпозиция әдісі бірінші айтылған әдісі. Бұл әдіс күрделі есептерді қарапайым құрамдас бөліктерді қамтиды. Содан кейін әрбір компонент жеке талданады және шешіледі. Содан кейін қорытынды жасауға жету үшін және нәтижелер біріктіреді. Бұл әдіс әсіресе әртүрлі формулалармен және теңдеулермен жұмыс жасауды қажет ететін есептерді. Екінші әдісіміз ол бізде сынақ және қате әдісі. Бұл әдіс мәселені шешудің әртүрлі тәсілдерін жүйелі түрде сынап көруді қамтиды. Қарапайым қадамдардан бастап, оқушылар өз шешімдерін жасату үшін процесті пайдалана алады. Бұл әдіс шыдамдылықты, табандылықты және ойлау икемділігін дамытуды қамтиды. Келесі әдіс бізде аналогтарды қолдану әдісі. Мен жеке тоқтамай қойған бұл әдістерге, бұның барлығы менің авторлық бағдарламамда көрсетілген. Келесі әдісіміз графиктермен әдісі. Келесі әдісіміз математикалық индукция әдісі. Жұмысының өзектілігі ол математикадан ұбт есептері оқушылардың негізгі ұғымдары мен алгоритмдерді білуді ғана емес, сонымен қатар шешімдердің теорияда емес тәсілдерін табуды және әртүрлі стратегиялар мен әдістерді қолдана білуді талап етеді. Бұл дағдылар креативті ойлауды дамытудың және әдеттен тыс есептерді шешудің кілті болып табылады. Бұл математикаға емес, өмірде, шынайы өмірде үшін маңызды. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың күрделі математикалық есептерді талдау және шешу дағдыларын дамыту, ұбт-ға қатысуға дайындау, математиканың қызықшылығын арттыру. Бағдарламаның міндеттеріне келсек, оқушылардың математикадан типтік ұбт есептерін таныстыру, олардың әртүрлі шешу тәсілдерін стратегиялық талдау және оны талдау. Оқушылардың теориялық емес есептерді табу әдістерімен және ұбт есептерін шығаруда әртүрлі математикалық әдістерді қолдануды жаттықтыру. Үшінші, математикалық модельдермен жұмыс істеу, логикалық ойлау және шығармашылық ойлау дағдыларын дамыту. Төртінші, оқушылардың есептерді шешу жолдарын, сонымен қатар басқа ұбт қатысушылардың шешімдерін талдауға және бағалауға үйрету. Бесіншісі, бұл оқушыларды ұбт сұрақтарын дайындау және олардың жарыстағы көрсеткіштерін арттыру. Алтыншысы, математикаға және жалпы пәнге деген қызығушылығын дамуына ықпал ету. Менің бағдарламам негізінен 4 бөліктен тұрады, 34 сағатқа арналған. Бірінші бөлімде бізде математикалық ұбт есептерінің секциялары бойынша есептер шығару, ол 10 сағаттан тұрады. Екінші бөліміміз жоғары қиын есептер, қиындық деңгейлері есептеу, қиындай есептерді шығару, ол 10 сағаттан тұрады. Үшінші бөлімі ұзақ уақыт алатын есептерді шешу. Төртіншісі логикалық есептерді шешу, 4-9 сағаттан тұрады. Енді күтілетін нәтижелер бұл жерде оқушылардың математикалық дайындық деңгейін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, шығармашылық көзқарас пен күрделі есептерді аналитикалық шешу. Математикадан ұбт есептерге дайын және сәтті өнер көрсететін оқушылардың санын арттыру. Оқушылардың математикалық оқуда деген сенімі мен ынтасын нығайту. Оқушылардың жарыстағы жетістіктердің арасындағы мектеп пен оқу орнының беделін арттыру. Бұл бағдарламаның жаңашылығы бұл бізде бағдарламаның ғылыми жаңалығы әртүрлі әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, ұбт-да кездесетін есептерді талдау,
шешімдерін жүйелі тәсілмен ұсынуда. Сондай-ақ бағдарлама негізінде есептерден кеңейтілген мәселелердің күрделілігін әртүрлі деңгейлерде қамту, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, шешу дағдыларын біртіндеп дамытуға мүмкіндік береді. Орта кесіп, бұл бағдарлама тек математикалық үйрету үшін ой толғайлауға, өздігінен шешім қабылдауға және өмірлік жағдайларға қолдана білуге тәрбиелейтін құрал. Оқушылар үшін бұл математикалық ұғымдарды терең түсінеді. Оқушылар қиын есептерді шешуге үйреніп, өзі сенімді сезінеді. Айны өмірден байланысты есептер арқылы білімнің бағдарламаның нәтижесінде оқушылар бақылаушы ғана емес, зерттеуші де айналады. Сабақ міндетті емес, қызығушылық пен табысқа жету жолы болады. Оқушылардың жеке қабілеті мен шығармашылығын дамиды. Бұл бағдарлама болашақ инженерлерді, мұғалімдерді, аналитиктерді, ғалымдарды қалыптастыратын алғашқы қадам. Менің бұл толық авторлық бағдарламам 156 беттен тұрады. Оның ішінде негізінде әр сабақтың 34 сағаттағы әр сабақтардың қымызысы толық берілген. Соның ішінде енді назарларыңызға рахмет. Толық таныстыру мүмкіндігі кейін таныстырамын. Бағдарлама барысында қазірге назарларыңызға рахмет. Өте жақсы. Бауыржан, Касим, Бауыржан, сіздің мына жасаған авторлық бағдарламаңыз математикадан жоғарғы класстарға ұлттық бірыңғай тестке дайындыққа өте құнды және оның шешу жолдары нақты көрсетілген екен. Сондықтан біз оны болашақта өзіміздің мектептің тәжірибесіне қолдануға болады деп есептейміз. Бізге мына бекітілген ГЦНТ-дан бекітілген болса, біздің мектепке ұсынса осы алсақ, биыл біздің мектепке қабылдаймыз, оқу жоспарымызға қосамыз деп есептейміз. Рахмет, абай. Бауыржан Қадырбекұлы, сіздегі мына жерде УБТ форматында қазіргі оқушыларға нағыз керекті есептердің жүйелі түрде қамтылуы, оқушыларға шығару бойынша барын нақтары түсінікті көрсетілген. Енді алдағы уақытта бұл курс өзінің авторлық бағдарламаңыз өзінің нәтижесін көрсетеді деп сенемін. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Болды онда. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.